міне малдың мынау қиы. Соның сарқытын біз ішіп жатырмыз. Бұл суды ішетін жерде мал жайылымдары бар, малдар жайылымдар. Сонда қалай бұл? Біздің халқымызды малмен теңеген ма? Бұл енді ешқандай сынды көтермейді. А там, вон, смотрите, и макруши дохнут. Кто может это попить? Вот так пьют его люди. Сол себептен біз қазір президентке хат жолдаймын деген арнайы дайындап жатырмыз хатты. Одан бөлек үкіметке, премьер-министрге депутат сауал жасамақшы осы мәселе бойынша. Сол себептен, құрметті қазақстандықтар, бізге су мәселесі бойынша проблемалар болатын болса, сіздердің елді мекендеріңізде біраз жерге барамыз деп бара алмай қалды. Бізге міндетті түрде жіберіңіздер. Оның бәрін біз жасақтап, міндетті түрде халқымыздың сапалы су ішуіне атсалысамыз.